Баршаңызға қайырлы күн. Видеоны қарамай тұрып, менің каналыма тіркеліңіздер, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда менің рецептімді бірінші көретін боласыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бірге самса дайындаймыз. Ерекше әдіспен дайындау. Ең оңай және қарапайым тез дайындалатын қабат-қабат қамырдан жасалған самса. Самсаны еттен жасаймыз. Ал кеттік самса жасауға. Бізге керекті құралдар: ұн, ет, маргарин, су, сарымсақ, қара бұрыш, кенжі, чеснок, бір жұмыртқа. Суымызды құйдық, тұзымызды салдық, қамырымызды салдық. Міне бір жайым нан жайып жатырмыз. Міне бір жайым нан шықты. Пакаға бұқтырып қоямыз. Екінші жайымызды жаямыз. Су құйдық, бір стакан су. Тұз салдық, ұнымызды салдық. Енді екінші жайым. Екі жайым жайдық, боғып тұрсын кішкене. Майымызды ертіп алдық газге. Енді нанымыз жаямыз. Бірінші жайымды жайып, үлкендеу етіп жайып, алып қоямыз бүктеп. Енді екінші қамырымыз жаямыз. Жайдық, майымызды жақтық. Екінші қамырымызды бетіне әкеліп саламыз. Міне тағы маргарин жағамыз. Міне ораймыз рулет құсатып. Енді кесеміз шағындап. Кесіп-кесіп. Алақанымызбен басып, мұздатқышқа қоямыз. Етімізді дайындап жатырмыз. Бұрышымызды салдық, кензімізді салдық. Міне енді жасап бастадық самсамызды. Үшбұрыштап жапсырамыз. Касенің көмегімен дұрыстап жапсырдық. Мұқият касеге салып, касені кішкене майладым. Касемен кішкене теп-тегіс дөмалақ болып шығады. Оқтаудың көмегімен шағындап жайып алдық. Етімізді саламыз, тағы да солай. Үшбұрыштылап, жақсылап көмкереміз жан-жағын. Етімізді салдық. Бірінші бір жағын көмкеріп аламыз. Енді екінші жағын жақсылап мұқият бекіту керек. Соғы шығып кетпес үшін. Касемізге салдық, кішкене бастық. Дөп-дөмақ, теп-тегіс жақсы болып шығады касенің ішіне салғанда. Міне керемет слоеный тесто. Қабат-қабат болып тестіміз шықты. Енді жұмыртқаны жағамыз бетіне. Духовкам қызып тұр, 180 градуста. 1-45 минут ұстаймыз қыздар духовкада. Жақсылап бәріне жағып алдық. Мен тек жартысын пісіріп жатырмын. Жартысын морозильникке салып қойдым. Керек кезінде пісірем тағы да. Духовкамыз қызып әзір тұр. Асты-үсті бірдей қызат. Міне пісіп шықты самсамыз. Міне керемет. Міне қыздар, қараңыздар. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Міне қабат-қабат болып шықты. Етіміз де сочный, дәмді, тәтті. Мен ет тұздалған ет. Мен тұз салған жоғым, чеснок салған жоғым. Неге десеңіз, соғымның еті тұздаулы, чесноктаулы, өте дәмді. Міне әзір. Міне менің рецептіме қарап жасаңыздар қыздар. Бәрі астында жазып отыр видеоның. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.